Visual Physics сайты. Есту қабілеті шектеулі оқушыларға арналған инклюзивті әрі визуалды физика платформасы. Бұл жоба оқушылардың түсінуін жеңілдетуге, оқуға, қызығушылығын арттыруға және өз қарқынымен білім алуға мүмкіндік береді. Онда сіз қарапайым тілмен визуалмен түсіндірілген физика сабақтарын. Термодинамиканың бірінші заңы былай тұжырымдалады. Жүйе ішкі энергиясының өзгерісі жүйеге берілген жылу мөлшері мен жүйенің атқаратын жұмысына байланысты болады. Біз оны Субтитрлі бейне сабақтарды, интерактивті симуляцияларды, конспектілерді, сұрақ қойып жауап алу жүйесін, қысқаша тесттер мен кері байланыс құралдарын таба аласыз. Платформаның мүмкіндіктері арнайы визуалды инфографикамен және суреттермен түсіндіріледі. Түнгі аспанға қарасақ, сансыз жұлдыздардың сәулесін көреміз. Жұлдыздар. Ал біздің үйімізде бізге жарық беретін лампа сәулесі. Яғни лампа сәулесінің жарығы арқылы біз заттарды көре аламыз. Көзіміз дәл осы диапазондағы толқындарды ғана қабылдай алады. Олардың ұзындығы 400 нанометрден 700 нанометрге дейін жетеді. Жарық энергияны тасымалдайтын фотон деп аталатын бөлшектерден тұрады. Бұл бөлшектер әртүрлі толқын ұзындығына ие болады. Мысалы, гамма сәулесінің толқындары өте. Қолданушы интерфейсі қарапайым, түсінікті және қолжетімді. Оқушы мен мұғалім арасындағы тікелей жазбаша байланыс мүмкіндігі бар. Барлық материалдар оқушылардың қабылдау ерекшеліктеріне бейімделген. Бұл платформа тек оқу үшін емес, түсіну үшін, көру арқылы, сезіну үшін жасалған. Физиканы әр оқушыға жақындату біздің басты мақсатымыз. Қанекей, бірге білім алайық.